жедел танзелит кезінде тамақ қызарып ісіп жұтынғанда қатты ауырады, кейде температура көтеріледі. Бұл көбінесе бактериялық, стрептокок немесе вирустық инфекция. Тамақтың ісінуімен ауырсынуын тез басу үшін ең алдымен себебін дұрыс анықтау, содан соң төмендегі тәсілдерді қолдану қажет. Маңызды. Егер температура 38,5 градустан жоғары болса, тамақта ірің байқалса, 2-3 күнде жақсару болмаса, онда дәрігерге қаралып нақты диагноз қойдыру қажет. Өйткені кейбір түріне антибиотик қажет болады. Ангина мен тамақтың ісінуін басатын негізгі әдістер. Бірінші, тұзды сумен шайқау. 1 стакан жылы суға жарты шай қасық тұз қосып, күніне 4-5 рет тамақты шайқау. Бұл ісінген жерді тыныштандырады, инфекцияны азайтады. Екінші, жылы шөп тұнбалармен шайқау. Ромашка, дәрханалық тимедақ, шалфей, календула шөптері тамақтағы қабынуға қарсы әсер етеді. Оларды қайнатып, жылытып, күніне бірнеше рет шайқауға болады. Үшінші, көбірек жылы су ішу. Жылы су, ыстық емес, тамақтағы сілекейді сұйылтып, ісінуді басуға көмектеседі. Лимон қосуға да болады, егер қышқылдық ауыртпаса. Төртінші, тамақтан үнемі демалып тұру. Сөйлемеу, қатты сөйлемеу, тамақты тынықтыру, тез жазылуға көмектеседі. Дәріханалық құралдар, дәрігер кеңесімен, антисептик, спрейлер мен шайқағыштар, гексарал, мирамистин, тантум верде, хлорофилипт. Тамаққа тікелей әсер етіп, ісінуді азайтады. Тамақ қақырықтарын соруға арналған пастилкалар, стрепсилс, фарингасепт, септолете ауруды азайтады. Қабынуға қарсы дәрілер, ибупрофен немесе парацетамол қызу түсіріп, ісінуді басады. Ескерту. Балалар мен жүкті әйелдерге кейбір дәрілер жарамсыз болуы мүмкін. Сондықтан дәрігерден кеңес алу міндетті.